Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге видеоны, яғни суретті қалай қимылдату керектігін көрсететін боламын жасанды интеллект арқылы. Ол үшін ең алдымен каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналым өте пайдалы, Canva-мен жұмыс жасау және жасанды интеллектпен жұмыс жасау, сонымен қатар көрнекіліктің жасалу жолдары барлығы түгел видеоға түсіріліп салынған. Бізге ең алдымен ChatGPT-ге кіріп, өзіңізге керекті суретті таңдап алуыңыз керек. Ол мүмкін сізде қоян болады, мүмкін аю болады, мүмкін мұғалім болады, мүмкін робот болады. Соны біз ChatGPT-ге кіріп жазамыз. Мысалы, мұғалімнің суреті, жас мұғалім, ақ жейдеде, көк жилеткасында қазақи ою. Жилеткасы қазақи дейі, жилеткасы қазақи. Қолында дәптері бар, кітабы бар или бар, тақтаның алдында тұр. Кәдімгі өзіңіздің досыңызға айтқан сияқты ChatGPT-ге осылай жазасыз. Соңында міндетті түрде мультстиль Pixar деп жазамыз. Міндетті түрде мультстиль Pixar деп жазуды ұмытпаңыздар. Суретті күтеміз. Оған дейін біз Google-ға немесе Chrome-ға кіріп Pixverse деп жазамыз. Бүгін біз Pixverse жасанды интеллектісімен жұмыс жасайтын боламыз. Міне бізде осындай бет ашылды. Бұл жерде сіздер Google аккаунттарыңызбен тіркелулеріңіз қажет. Қазір бізге ChatGPT сурет салып жатыр. Осы суретті жүктеп аламыз. Міне бізде сурет дайын. Негізі ер адам салып беріп тұр. Жақсы, енді міндетті түрде жазасыз, мына жерге әйел адам болуы керек деп. Бізге ер адам салып беріп тұр. Дайын суретті осылай өзіңізге скачать етіп аласыз. Мына батырма арқылы. ChatGPT-ден бәріңіз қолданылады деп ойлаймын. Одан кейін Pixverse-ға келеміз да, мына жерде төмендегі плюс батырмасын басамыз. Жүктелген суретімізді осында қоямыз. Енді ChatGPT-ге кіресіз де төменге жазасыз. Осы суретті қимылдат, сөйлеп, сабақ түсіндіріп тұрғандай болуы керек. Соңында жазасыз, қандай жасанды интеллектке промпт керек. Біз жасанды интеллекттің атауы бізде Pixverse. Pixverse жасанды интеллектісіне промпт бер. Промпт жазшы. Енді осы промптты біз копировать етіп аламыз. Промптты алып келіп, суреттің жанына опишите контент деген жерге ставить етеміз. Міне, сосын төменде, мына жерде 5 секунд дегенді азайта аласыздар және көбейте аласыздар. Мысалы 10 секунд. Бірақ мына жерде әріптестер, өкінішке орай менде лимит жоқ. Сол үшін маған сурет жасап бермейді. Міне. Сіздер осыны басқан кезде, создать деген батырманы басқан кезде, сіздерге видеоны дайындап беру процесін көрсетеді, процент арқылы. 100% болған кезде видео сіздерге қимылдап көрсетілетін болады.
төменде скачать, поделиться деген батырма болады. Сол батырманы басу арқылы сіз өзіңізге жүктеп аласыз. Мысалы, мына жерде менің жұмыстарым, сіздерге бір көрсетіп өтейін. Міне мынаның бәрі менің жұмысым. Мына жерде де қимылдап тұр. Бұл басқа. Бұл жерде мен математика пәнінен сұрақ қойып алғанмын. Мына жерде сурет сөйлетіп жатырмын. Мына жерде промптты мен дұрыс жазбағанмын. Промптты міндетті түрде дұрыс жазу керексіздер. Мына жерде мен грокқа деп сұраппын жасанды интеллектті. Содан кейін орнынан қозғалып кетіп тұр. Сосын байқадым да, Pixverse деп дұрыстап жазып, екінші аккаунтпен кірдім. Міне. Осылай өздеріңіздің де видеоларыңызды жасап шығасыздар. Ресурс деген бөлімде тұрады. Жұмыстарыңыз өздеріңізге жүктеп аласыздар. Скачать міне. Водяной знакпен скачать етіп аласыздар. Міне, біз кейіпкерді осылай қимылдатамыз. Промпт деген жасанды ChatGPT арқылы өзіңіздің жасанды интеллектіңіздің атауын жазып, промпт берші деп айтасыздар. Сонда сіздерге осындай ағылшынша промпт дайындап беретін болады. Pixverse жасанды интеллектісі түсінікті деп ойлаймын. Келесі, бізде өте көп түрлері бар. Мысалы, Grok, жасанды интеллектісі. Сонымен қатар Flow, Cling.ai бар. Сіздер өздеріңіз кіріп, Runway бар. Осылай қолданып көрулеріңізге болады. Runway бар. Character.ai бар. Бұл көрсетіп отырғандарының барлығы түгел кейіпкерді қимылдатып, сөйлетіп бере алады. DID бар, оны білесіздер. Содан кейін Heigen бар. Енді ондай жасанды интеллекттер өте көп. Соның ішінде мен сіздерге осыларға тоқталып өтіп отырмын. Әрқайсысына кіріп, өздеріңіз мына жерден мысалы Grokқа кіріп, суретті таңдайсыз да, жанына промпт жазасыз. Промптты біз ChatGPT арқылы аламыз. Мынау промптты біз Pixverse-ға алсақ, енді біз мына жерге Pixverse емес, Grok деп жазамыз мысалы. Character.ai деп жазамыз, Heigen деп жазамыз. Сонда сізге ағылшынша промпт дайындап беретін болады. Осы жерге жазасыздар, мына жерден сурет аласыздар. Cling.ai. Бұл жерде де сіздер промпт жазуларыңыз керек болады. Барлығы тегін. Әр жасанды интеллект 3 видеодан бастап 10 видео жасауға дейін бір күнде мүмкіндік береді. Cling.ai-да да суретіңізді қоясыз, жанына ChatGPT-ден алып, промпт қоясыз. Осылай барлық жасанды интеллектке кіріп, зерттеп көрулеріңізге болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.